Абай атындағы мамандандырылған қазақ мектеп гимназиясында Абай орталығы бар. Ол ұлы ойшылдың 175 жылдығына орай ашылған. Бүгінде ұйым 6 бағытта жұмыс істейді. Мұнда абайтану сабағы өтеді. Дарынды ұл-қыздар осы жерде дара тұлғаға қатысты шаралар ұйымдастырады. Бас ақын жайлы дерек жеткілікті. Биылғы мерейтойға орай көрмеде қанат жайған. Біздің Абай мектебі жылдың басында 180 жылдық мерейтойына орай бізде 10 күндік іс-шаралары, жылдық жоспар құрылған болатын. Сол жылдық жоспарға сәйкес біздің мектебімізде көптеген іс-шаралар болды. Сол іс-шаралардың негізінде бүгінгі күні көрме жасаған болатынбыз. Ол көрмеде Абайдың шығармашылығы жайлы мектебіміздің оқушылары Абайдың шығармашылығымен үндесе отырып, өздерінің жаңағы ойларынан не түйгендігі жайында әртүрлі аппликациялар жасап, өздерінің қол шеберлері туындыларын көре аламыз бұл жерде. Көрме облысымыздың түкпір-түпкірінен жиналған қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімдеріне арналған. Олар қазақтың ұлы ақынына арналған конференцияда бас қосып отыр. Жиылған қауым арасында жас маман Данагүл Аюпова да бар. Ұстаз бүгінгі күні дипломмен ауылға бағдарламасы аясында Шал ақын ауданына қарасты Приишим орта мектебінде еңбек етеді. Ең алдымен өлең оқып, өлеңдердің Абайдың жаттап өскен болсам, одан кейін соған Абай атамызға еліктеп, өзімді өлең шығардым. Абайдың 160 өлеңін жаттадым. Одан бөлек өзім өлеңдерін шығарып, кітапшалар жарыққа шығардым. Енді қазіргі таңда ұстазбын. Сол ұстаздық жолында өзім шәкірттер тәрбиелеп жатырмын. Шәкірттерім де осы облыстық, одан аудандық, қалалық сайыстардың жеңімпаздары болып жатыр. Абай атамыздың мұрасы ол маған ғана емес, енді мен өзімді жаңа айтып өткенімдей, Абай атамыз осы өлеңдері менің осы ұстаз болуыма негізгі себепші болды. Сонымен қатар ол жастарға да үлкен үлгі Абай атамыздың өлеңдері. 200-ге жуық жас маман бас қосқан ауқымды шараға мұрындық болып отырған облыстық білім басқармасының әдістемелік орталығы. Қазақ әдебиетінің жарық жұлдызының мерейтойына арналған мұндай ауқымды конференция биыл өңірімізде екінші рет ұйымдастырылып отыр. Біріншісі Қызылжар ауданындағы Қызылжар Абай орта мектебінде өтті. Оған еліміздің бірқатар өңірінен білікті ұстаздар келді. Қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына және халықаралық жастар күніне арналған облыстық конференция өтуде. Басты мақсат Абайдың ақыл кеңестерін, рухани мұрасын жастар тәрбиесіне пайдалану. Жас ұрпаққа адамгершілік, ұлттық құндылықтар мен парасаттылықты үйрету. Облыстық конференция барысында бірнеше адам терең мағыналы баяндама оқыды. Олар Абайдың өміріне, Абайдың шығармашылығына терең бойлады. Алқалы жиын мерекелік концертпен жалғасын тапты. Ақтолқын Сұлтанхан қызы, Александр Янсен, МТРК.